Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум барша мұсылман бауырлар. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін Қызылорда мал базарына келдік. Қазір Қызылорда мал базарындағы мал бағаларына шолу жасайтын боламыз. Біздің баға арнасына тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Апта сайынғы шығарылымдарды тамашалайтын боласыздар. Тайлар 200 мың теңгеден кемі бар дейді, екек тайлар. Кемі бар дейді. 180-ге келісіп сұрап тұр мына жерде. 650 мың теңге 5 жасар. Шиелікі. Давай деді ғой, давай ма? 450 мың теңге. Дөнен. Мыңға дейді. Малдардың барлығы арып кеткен бәлде, мен көзіме солай көрініп тұр ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Еркек құнан айтылуы 410 мың теңге. Еркек. Мініс па? Мініс. 530 мың теңге құнан. Қай жақтікі мал? Местный, Қызылорданы кірген. Жорғасы бар ма? Жүрісі бар. Жорғасы жоқ, жүрісі бар. 837 340 5271 номеріне хабарласасыз. Қолымда бие 600 мың теңге. Екі бас, бір бас 600 мың теңге. 5 туған. Алаш ма? Еркек қой. 235 мың. Еркек тай. Құнан 320 мың теңге. Келісімді дейді, айтылу бағасы сондай. $250 мың теңге айтып тұр. 225 мыңға берем дейді. Еркек тай. Жетіге шығып тұр дейсіз ба? Шығады. Жетіге шығып тұр. Айыл. 750 мың теңге. Сегіз. 3-7. Так. Unutma örnekler. Telefonu alıp ketkenleri tuttular. 274. 274. 2149. 2149 номеріне хабарласасыз. Қолымда бие 600 мың теңге. Айғыр 6 жасар 560 мың теңге. Жасы 10-ға шығып тұр, 500 мың теңге. Үйірге түскен айғыр. Қай жақтікі? Айтекеби. $700 мың теңге. 6 жасар.
700 мың теңге. 7 жасар. Қызылорданың местный жылқылар. $150 мың теңге. Ұрғашы ғана? Еркек. 150 мың теңге еркегі. 250 мың теңге. Екі жасар ма? Екі жасар саудасы бар дейді. Бұзау, баспақ. Еркек қой барлығы? Екеуі де ұрғашы ма? Екеуі де ұрғашы. Бағасы 110 мың теңгеден болады дейді. Бітер жер 110 мың теңгеден. Бір штугы. Осы қанша? 110. Бұл да 110 ұрғашы ма бұл да? Еркек. Бұл еркек. 110 мың теңге. Саудасы бар дейді. Қаншаға болады? 100-ге бола ма? 100-ге болады дейді. Мынау еркек, мынау ұрғашы, мынау 115, мынау 100. Болатына дейін бе? Иә. Қазір қалтаға 5 мың. 105 мың теңгеге болады дейді. 115 мың теңге. Еркек. $250 мың теңге. Киімі барды. Ұрғашы ма? 135 мың теңгеден дейді. Ұрғашы ма? Болары дейді. $330 мың теңге деп тұр. Неше туған, брат? 5 туған. 5 туған. Желіні. Orada тұрған бол. Қызылорданғы ма? Зауына 320 мың теңге деп тұр. 320 мың теңге. Ашуланып түрген шамалы. Мынаусын 170-180 мың теңге деп тұр. $570 мың теңгеден дейді. Бұқалар 570 мың теңгеден. Бір жарым жасар 200 мың теңге. $30 мың теңге. Лақтешкі. Мынау 15 мың теңге. Тұша. 27 мың теңге болады жаңа лақтешкі. 28 мың теңге тоқал ешкі. Лақтешкілер 25 мың теңгеден. Ешкі болғанда анау ешкі емес қой, а? Ешкі ма? Ешкіден кішкентай сияқты. Былтырғы ешкі. Жас ешкі дейді. Мыналар 20 мың теңге. Саудасы бар. Екеуінде саудасы бар дейді. Екеуінде саудасы бар екен. Мынаны 30 мың теңге, анаусы 35 мың теңге. Егіз лақы бар екен, ақтың. Мына 30 мыңға болады дейді. 25 мың теңгеден басталып, 30 мың теңгеден аяқталады. Егіз лақтары 35 мың теңге, 30 мың теңгеден.
26'dan bana. Dolar 26 мың теңгеден тоқтылар. Ұрғашы ма еркек па? Bir erkek bir ұрғашы дейді. Ұрғашы 3 ешкімен, 3 лағымен 100 мың теңге дейді. Мына ешкі, мынау ешкі. Лақтары мынау. Мынау 35-ке ма? Қара сүт ешкіні 35 мың теңге, мынау 80 мың теңге. Болары қанша ана? 75-ке 2 лағымен. Еркек лақтар. Böyle batarın arasında. Böyle ne oldu zaten böyle çıkın. Bir gözü birden olup. Laqtan minik sağ oldu mu? Sol açılır. Ешкі. 35 мың теңге деп тұр. Bir жеті болған туғанына. Лағы ұрғашы тоқал. Өзі 10 мың теңге деген жоқ. Өзі 10 мың теңге. Анасы қанша? Қаншаға болады анасы? 20-ға болады. Мыналар қаншадан? 1 штук. Laqsız. Иә, лақсыз. 25'ke берем. 25-тен келеді дейді, 1 штук лақсыз. 35 мың теңгеден ешкілер. Лақтарымен дейді, 1 штугы 35 мың теңгеден. Кемі бар. Түсеміз дейді. Лақтары мынау ма? Екі ақылақ қонағы. Жоқ, астында. Астында жатыр екен. Лақты ешкілер 27 мың теңгеден. Келісім түсеміз дейді, келісім бар дейді. Teke 50. Орыс теке дейді. 50 мың теңге.